Кейбір оқиғалар болады. Олар шуымен емес, жауабымен маңызды. Ал кейде ең ауыр нәрсе жауаптың болмауы. Наурыз, Мейрамгүл. Бұл тек екі есім емес, бұл бүгінге дейін жауабы табылмаған екі тағдыр. Алғаш тараған ақпарат өте қысқа болды. Екі бала жоғалып кетті. Осы бір сөйлемнің өзінде қаншама белгісіздік жатыр. Қайда кетті? Қашан? Қалай? Неге? Бұл сұрақтардың ешқайсысына сол сәтте нақты жауап болған жоқ. Мемлекеттік органдар іздеу жұмыстарын бастады. Тиісті шаралар жүргізілді. Аумақ қаралды, техника қолданылды, тексерулер жасалды. Ресми хабарламаларда іздестіру жұмыстары жүргізілуде деген сөздер айтылды. Бұл сөздер жақындарына да елге де үміт бергені рас. Күндер өтті, апта өтті, жаңалықтар сирей бастады. Бұл көп жағдайда іздеу жұмыстарының келесі кезеңге өтетінін білдіреді. Яғни ашық іздеу азаяды. Тергеу ішкі форматқа ауысады. Ақпарат көп жарияланбайды. Бұл көп істерде қолданылатын қалыпты тәртіп. Бұл жерде бір нәрсені анық түсініп алу керек. Іздеу тоқтады деген сөз іс жабылды, үміт жоқ, бәрі бітті дегенді білдірмейді. Көбіне бұл белсенді іздестіру шаралары уақытша аяқталды деген мағынада қолданылады. Яғни жаңа дерек болмаса, нақты бағыт анықталмаса, кең көлемді іздеу уақытша жүргізілмейді. Бұл не үшін жасалады? Мұндай шешімдер ресурсты үнемдеу, нақты дерекке сүйену, тергеуді жүйелеу мақсатында қабылданады. Бұл адам тағдырына немқұрайлы қарау емес, процестің басқа кезеңге өтуі. Бірақ бір нәрсе өзгермейді. Өзгермейтін нәрсе белгісіздік. Балалардың қайда екені де әлі анық емес. Бұл жағдай ең алдымен жақындар үшін өте ауыр. Белгісіздік күтуден де қиын. Исламда сабыр үлкен қасиет. Құранда Алла сабыр етушілермен бірге делінеді. Мұндай сәттерде адамға асығыс үкім емес, жорамал емес, ауыр сөз емес, сабыр мен дұға керек. Үміт үзілді ме? Жоқ. Іздеу жұмыстары жаңа дерек шықса, куәгер табылса, белгі пайда болса қайта жанданады. Тарихта айлардан, тіпті жылдардан кейін ашылған істер бар. Сондықтан бұл оқиға әлі аяқталған жоқ. Бұл видеоның мақсаты біреуді кінәлау емес, мақсаты жағдайды түсіну, ресми ұғымдарды дұрыс қабылдау, жорамалдан сақ болу. Өйткені әр сөз біреудің жүрегіне тиеді.